Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Әдебиет сабағын бастаймыз. 2-ші сынып 14-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы сәлем сөздің анасы. 2-ші бөлім менің отбасым және достарым. Сабақ мақсаты мәтіндегі негізгі ойды анықтайсың, шығармашылық жұмыспен айналысасың. Кіммен қалай сәлемдесесің? Амансыз ба деп және сәлеметсіз бе? Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз деп біз үлкен жасы үлкен адамдармен амандасамыз. Ал өзіміздің достарымызбен сәлем, қайырлы күн деп амандасамыз. Тұманбай Молдағалиев ақын, Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының Жарсы ауылында дүниеге келген, балаларға арнап өлеңдер жазған. 2-ші тапсырма түсініп оқы, сәлем бер. Келе жатсаң оқудан, көңілім бір кемеңгер. Көлеңкеде отырған көрші апаңа сәлем бер. Бақ ішінде жотада тартылып жатыр асыл күй. Алма жиған атаңа қол қосырып басыңды ий. Балам, саған бір көрген артады ғой ел сенің. Сәлем берсем үлкенге, үлкен ол сенің. Тұманбай Молдағалиев. Көңілім бір кемеңгер дегеніміз көңілін көтеріңкі деген мағынада қолданылады. 3-ші тапсырма өлеңдегі негізгі ойды мұғалімнің көмегімен анықта. Өлеңдегі негізгі ой қайда жүрсе де жас үлкен кісілермен амандасу. Әңгімеле. 4-ші тапсырма суреттер бойынша әңгіме құра. 1-ші суретте балақай атасымен әдеппен амандасып тұр. 2-ші суретте достар бір-бірімен амандасып тұр. Қазақ халқында әдетте сәлемдесу жоралғысы кішіден үлкенге қарай, ал жауап сәлем үлкеннен кішіге қарай жүреді. Бетпе-бет келіп қалғанда бір-бірінің үлкен кішілігін ажырата алмаған кезде жолы кішісіз жолы үлкенге алдымен сәлем береді. Үлкенге кіші, әйелге ер адам, аттыға жаяуы, отырғанға тұрғаны, алыстан келгенге ауыл адамы, жатқан адамға тұрған адам, ауру адамға сау адам, көп адамға аз адам бұрын амандық білдіреді. Егер сәлем бермей өтсе, көргенсіз сәлем беруге жарамаған деген деп сөгетін болған. Сәлемдесу түрлеріне диалог құрап жаз. Сәлем, қайырлы күн, қош келдіңіз, қош көрдік, ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам, сәлеметсіз бе, сәлеметсің бе. 6-ші тапсырма сәлемдесу түрлерін сахналап көрсет. Мысалы, қыз бала, әжесі, ұл бала қария және оқушы мұғалім. Қыз бала мен әжесі амансыз ба әже, амансың ба қызым. Ұл бала мен қарияның амандасуы ассалаумағалейкум ата деп ұл бала айтады, уағалейкум ассалам деп қария айтады. Оқушы сәлеметсіз бе ұстаз дейді. Ал мұғалім сәлеметсің бе сәуле деп амандасады. Үйге тапсырма мақалды жаттап аламыз. Үлкенге құрмет, кішіге ізет. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.